Жақында мен Ник Вуйчтың «Өмірде шектеу жоқ» атты кітабын оқып шықтым. Бұл кітап менің ойлауымды түбегейлі өзгертті. Бір сәтке елестетіңізші. Ертең таңертең оянасыз. Бірақ төсектен өзіңіз тұра алмайсыз. Себебі сіздің қолыңыз да аяғыңыз да жоқ. Бұл қорқынышты фильмнің сценарийі емес. Бұл Никтің өмірі. Соған қарамастан ол әлемге танылды. Мыңдаған адамға мотивация берді. Серфингпен айналысты. Жүзуді үйренді. Отбасын құрды. Миллиондаған адамның өмірін өзгертті. Бір ғана сұрақ. Егер қолы да аяғы да жоқ адам бүкіл әлемге үлгі бола алса, біздің сылтауымыз қандай? Уақыт жоқ па? Мүмкіндік жоқ па? Әлде өзімізді ғана алдап жүрміз бе? Осы кітапты оқып отырып бір нәрсені түсіндім. Шектеу денеде емес. Шектеу адамның санасында. Егер Ник қолсыз-ақ армандарына жете алса, біз неге өз мақсаттарымызға жете алмаймыз? Сондықтан, егер өміріңізде жаңа серпін, жаңа мотивация керек болса, міндетті түрде «Өмірде шектеу жоқ» кітабын оқып шығыңыз. Мүмкін дәл осы кітаптың алдыңыздан шыққаны белгі шығар.